Ассалаумалейкум достар, бүгін сіздерге хит орамалды қалай әшекейлеу керектігін үйрететін боламын. Егер де сіз орамалды моншақпен тоқуды қиын деп көрсеңіз, онда бұл видео сабақ сіздерге арналған. Менімен бірге болыңыздар. Әрине бізге ең алдымен осындай моншақтар қажет. Бұл моншақтар клейлеуге арналған моншақтар, және бір шеті бір тегіс болып келеді. Клейлеуге ыңғайлы болу үшін. Және де бізге осындай пистолет қажет моншақтарымызды клейлеу үшін. Ал енді бастаймыз. Осы орамалды қараңыз, менің YouTube каналымнан қарасаңыздар болады. Үкілі орамал деп салған болатынмын. Енді клейлеп бастаймыз. Міне азғантай мөлшерде клейімізді құямызды оған орамалымызға жабыстырып шығамыз. Қатты жаңағы осылай бассаңыз астындағы матаға жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті қатты баспауыңызға болады, себебі астындағы моншаққа жабысып қалса алу қиын болады. Ал осылай орамалдың ортасы бар, ол ортасындағы узор, соның шетіне дейін моншағымызды жабыстырып шығамыз. Бұл әдіс көбінесе үлкен адамдарға ыңғайлы болып келеді, себебі жаңағы моншақты жабыстыру ол оңай, моншақпен бірге тоқу ол оңай емес. Оған да біршама уақыт кетеді, және де көздің майналады дейді ғой, сондай сияқты. Ал бұл әдіс өте оңай, клейлеп шыға қоясыздар. Және барлық жеріне клейлеудің қажет жоқ. Сирек-сирек клейлесеңіз де ол да моншақ өте әдемі болып тұрады. Бұл видео сабақ сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Жалпы жаңағы тоқылатын моншақпен мына моншақтардың, жаңағы дөңгелек моншақпен мына моншақтардың жалпы бағалары бірдей. Және де уақыттарыңызы аз кетеді. Міне мен ортасының барлығын тоқып болдым. Енді қараңыздар, мына маңдай жағының барлық жеріне моншақтарды жабыстырып шығамыз, ешқандай жерді қалдырмаймыз. Сол кезде ғана өте әдемі болып шығады. Міне екі шетінің барлық жерлеріне моншақты жабыстырып шығамыз. Қараңыздар, мен екі шетін міне моншақтап болдым. Шетіне дейін қараңыздар, бұл жерде ешқандай біреуін жабыстырып, біреуін жабыстырмай деген болмайды. Барлығына жабыстырып шығасыздар. Енді қараңыздар, екі шеті бар емес орамалдың, міне осы жерлерге ғана біз моншақтарды сирек-сирек әр жерден бір жабыстыратын боламыз. Ал ортасы мен ең шетін моншақтар барлық жеріне жабыстыратын боламыз. Міне мен әрбір шеттеріне, әрбір жерлеріне ғана моншақтарды жабыстырдым. Ал егер сіздер мына моншақты орамалдың барлық жаңағы бөліктеріне жабыстырам дейтін болсаңыздар, мына жабысатын моншақтың размерінің кішкентай түрін алуыңызды сұраймын, себебі үлкен түрі қатты грубо көрінеді. Сол себепті кішкентай түрін алуыңызды ұсынамын. Сіздерге менің видеом түсінікті деп ойлаймын. Және де ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар достар. Бұл видеоны мен сіздер үшін түсіріп жатырмын. Міне достар, мен уже жабыстырып болдым. Міне әрбір жерлеріне сирек-сирек жабыстырдым. Өте әдемі болып шығады. Қазір манекенде қалай болып тұратынын көрсететін боламын. Ал достар, сіздерге менің орамалым ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің YouTube каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де жоғарыда көрсетіліп тұрған менің инста парақшама подписаться етуді ұмытпаңыздар достар. Бізді ешкім енді таба алмай